Кайырлуу күн достар. Бүгүн биз үй жагдайында дайындалатын кытырлак тауык канаттарын дайындайтын боламыз. Дәмі өтө ерекше, дәмді хрустящий болуп чыгатын, осындай балгын болуп чыгады. Алдымен видеомду көрмөс бурун каналыма тиркелип, лайк басып, комментарий жазууду унутпаңыздар. Сиздердин колдоолоруңузду күтөмүн. Алдымен тауык канаттарын жууп, жакшылап тазартып алып, осылай шанышкынын көмөгү еттерін тесіп шығамыз. Бұл маңызды емес, бірақ өте дәмді, сондай ерекше болып шығады дәмі. Енді біз осылардың үстіне тұзымызды және де қызыл бұршымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Егерде сіздің тауық қанаттарыңыз құрғақ болып жатырса, үстіне аздап салқын су құйыңыздар. Менде құрғақ болып тұрғасын салқын суды құйдым. Енді біз осыны бетін жауып, жарты сағатқа тынықтырып қоямыз. Енді біз табамызға сұйық майымызды құйып қыздыратын боламыз. Мінекей бізде жарты сағат тұрды. Енді біз осыны бірінші оңға жақсылап араластырып былғап аламыз, және де өте салқын суға салып, кішкене көпіршіктер шыққанша ұстаймыз. Мінекей бізде көпіршіктер шығып жатыр бетіне. Дәл осылай. Енді кері ұнымызға сілкіп алып, қайта аунатып, осыны пісіретін боламыз. Бұл жерде артық приправа, ондай дәмдеуіштер қоспадым, өйткені бұл чикенге ондай артық заттар керек емес. Мінекей біздің чикендеріміз дайын болды. Енді біз осыны қатты қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Аралары кішкене алшақ болғаны жақсы, бір-біріне жабыспай, және де қызып тұрған майымызға батып тұрғаны да өте жақсы болып шығады. Енді келесі жағына аунатып, осылай мен пісіріп алдым. Өйткені майыма батпай қалды чикендерім. Чикендерімізді орташа отта асықпай пісіріп аламыз. Өйткені асты қатты жанып тұрса, ортасы піспей қалуы мүмкін. Чикендеріміздің піскен-піспегенін осылай зубочистканың көмегімен тығып қараймыз. Егерде арасынан қан шығып тұрса, ол әлі де піспеген деген сөз. Мінекей бізде чикендеріміз пісті. Осымен біздің қытырлақ тауықтарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Және де сырты хрустящий, сондай күшті болып шықты. Мен соусына чесночный соусты пайдаландым. Дәмі өте ерекше. Описанияға құрамын қалдырып кеттім. Сіздермен бірге болған Айдана. Егерде осы рецептпен жасап жатсаңыздар, комментарийға отзывты тастап кетіңіздер. Егер сіздерге видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.